Ал құрметті әріптестер, сіздер бейне жазба көрдіңіздер. Бейне жазба бойынша, бейне жазба не туралы, оқытуда керемет нәтиже дегеніміз не, оқытуда осы керемет нәтижеге біз қалай қол жеткізе аламыз, оның бірден бір көзі не деген сұраққа сіздер дұрыс жауап бердіңіздер. Бұл сіздерге ой түрткі сұрақтар болатын. Осы сұрақтар бойынша сіздер дұрыс айттыңыздар. Біздің бүгінгі шебер сыныбымыздың тақырыбы қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда жаңа әдіс тәсілдерді қолдану. Яғни бүгін сабақта сіздер жаңа әдіс тәсілдердің қандай түрлері бар екен, және қазақ тілі әдебиет сабақтарында соларды қалай қолданамыз, сол туралы білетін боласыздар. Сонымен біздің шебер сыныбымыздың мақсаты сапалы білім беруде жаңа технологияның әдіс тәсілдерін тиімді пайдалана отырып, оқушылардың ізденімпаздық, зерттеушілік, шығармашылық қабілеттерін дамыту. Материалдық байлық деген сөзді алдық. Материалдық байлық сөзінің аудармасы материальное богатство. Ал енді ол сөзге өзімше мағына бердік. Мағынасын зат, дүние, ақша деп аштық. Келесі ол сөзбен сөйлем адамның материалдық байлығы, байлық арқылы өмірін жеңілдету деген сөйлем алдық. Материалдық байлыққа иллюстрация ретінде көліктің, үйдің, сосын ақшаның суретін салдық. Ал синоним дүние, ақша деп жан-жақты болуы болып табылады, және бұл рухани байлық туралы сөйлем түрде айтатын болсақ, яғни адамды өсіреді, яғни жан-жақты өсіп, өз-өзін дамытады. Сонымен қатар бұл сөздің синонимдерін алатын болсақ, ол кітап, саяхат, білім, өнер, мұражай тағысындағы сөздерді аламыз. Сонымен қатар бұл рухани байлықтың иесі асыл қазына деген әдемі сөзбен синонимін келтіреміз. Иллюстрацияға келетін болсақ, бұл яғни кітапты алуға болады, өнерді, мәдениетті, мұражайды, саяхатты, салт дәстүрді алуға болады. Сол емес, нені көріп отырсыздар? Не елестеді? Көз алдымызға біздің үсті басы лас, кедей жігіт және де оның жанынан өтіп бара жатқан еңбекқор адам елестеді. Нені көріп отырсыңдар? Кедейлігі, мысалға бұл жерде айтып тұр, бір жас жігіт өзінің кедейлігін айтып дейді. Яғни ол жас болса да, аяқ қолы сау болса да, өзінің қолдан кедейлік жасап отыр. Және де соған дәл қарама-қарсы адам, яғни тас қашаушы дейді, ол өте ауыр еңбек. Сонда да ол жұмыстан қашпай жүрген адамның бейнесі келіп тұр. Қалай ойлайсыңдар, әрі қарай не болуы мүмкін? Әрі қарай екеуінің арасында диалог болады деп ойлаймыз, және де кедей баланың ой өрісін өзгертетін әңгіме болуы әбден мүмкін. Неге олай ойлайсың? Себебі бағытталған оқу, яғни оқуын тапсырмасы біз оқушыларға бір мағыналы жақсы нәрсені үйрету үшін беріледі. Сол себепті бұл жерде бір жақсы ой түйетіндей дүние болады деп ойлаймыз. Оқыған кезде көз алдарына не елестеді дейді. Көз алдымызға бізді мұңайып отырған, өмірге деген құлшынысы жоқ жігітті елестетіп отырып, нені көріп отырсыңдар дейді. Ол жерде дейтін жігіттің жаңағы өзінің бай болса да кедей болып, айтып жатыр ғой, қу дүниеге тоймайтын сондай жігітті елестетіп отырып, бұл жерде дейтін өзіне дейтін сенімсіздік, тағы да менде бола берсе екен деген жігітті, бәрі менде болса екен деген жігітті елестетіп отырып, қалай ойлайсыңдар, әрі қарай не болуы мүмкін дейді. Ары қарай қасынан өтіп бара жатқан тас қашаушы жаңағы еңбекқор жігіт оған өзінің ойын, қалай өмірге деген құлшынысын, қалай жаңағы өзінің қандай жағына бай екенін түсіндіріп жаңа диалог болды деп ойлаймыз, болады деп. Неге олай ойлайсың дейді. Себебі өмір дейтін дүниемен шектелмейтінін, және де ол денсаулықпен бай екенін барлығын ол жігіт жаңа түсіндіріп, ары қарай өмірге деген құлшынысын ашты деген диалог болды деп ойлаймын. Яғни бай болсам, жаңағы мүжәлсіз, я жаңағы қаражатқа
мұқтаж адамдарға көмек беру, сондай түзу ниетте болу. Екінші, еңбекқорлық, яғни еңбекпен, таза ниетпен, жаңағы таза еңбекпен сол жаңағы байлыққа жету. Үшінші, ақшаны дұрыс басқару, яғни сол ақшаны тапқан қаражатты дұрыс қолдану, орын-орнымен жасай білу. жасай білу. Миллиондап қалуы мүмкін, бірақ дұрыс қолданбасақ, ол ақша жиналмайды, Шашылып кетуі мүмкін, сол үшін. Оны сақтай білу және оны көбейте білу. Америка елінде бір адам келіп банкке келеді. Маған $5000 ақша керек дейді. Онда сен кепілдікке не қоясың дейді. Мен машинемді қоямын дейді. Сосын жақсы дейді. Келісімшарт жасалғаннан кейін ол машина алып кетсе, Феррари машина алып келеді. Сосын банктың қызметкерлері қарайды да. Бұл ешкім ештеңе деп айтуға батылы жетпейді де, ол машинаны тапсырады, өзі кетеді, $5000 алып. 2 аптадан кейін қайтып келіп, $5100 береді. Сосын қызметкер сізден бір нәрсе сұрасам бола ма дейді. Сіз осындай Феррари айдап жүріп, неге $5000 банктен қарыз алдыңыз? Мен бұл қалада 2 аптаға қай жерден тұрақтап аламын дейді. $100 мысалы. Сонда қиын ақшаны құрайды дегенмен, ол мысалы Феррари айдап жүрген адам, ол миллионер емес, миллиардер болуы да мүмкін да. Сөйте тұра ол өзінің ақшасын үнемдеп біледі. Қорытынды ақшаны дұрыс Қаржылық сауаттылық, қаржылық сауаттылық. Сендердің жаңа бірінші жазған түзу ниеттерің мен өте келісіміне құптаймын, себебі америкалық ана үлкен Генри Форд деген Форд машинасын шығарған жігіт негізінде кәдімгі қарапайым СТО-да машинаның жөндеуші болып жұмыс істеп жүреді де армандап жүреді екен. Шіркін, менде машина болса, мен бүкіл адамдарға барлығы әрбір адам осы өмірде машина теуіп жүру керек дейді, әр адамда көлік болу керек деген арманын ойлап жүріп, құрастырып жүреді. Өзінен өзі бір машина ойлап табады. Ана саймандардан, елдің лақтырған нелерінен, мынадан құрастырып машина шығарады да, Форд деген атын қояды өзінің. Сөйтіп, ең алғашқы өзінің машинасын шығарып, бүкіл Форд компаниясын. Неліктен? Себебі оның изначально ең басындағы ниеті барлық адамдарға осы өмірде тек маған ғана емес деп ойлады. Мен ғана теуіп, менде ғана жақсы болсын, немесе менде ғана оның ниеті түзу болған екен. Сенің ниетің түзу болса дейді, Алланың өзі бүкіл Всевышний өзі сен жарылқап жолын ашып отырады. Әрекет ету, жоспарлы мақсат қою, келесі әрекет ету, яғни еңбек ету, айырмашылық тұрайын. Бізде қарсы топтың түзу ниет дегенде бұл жерде нөлінші қылып бізде қосуымызға болады. Себебі бұны қазақ бір сөзбен айтқан ниетің жолдас болсын деген. Қазақтың бір сөз сөйдеп айтқан ниетің жолдас болсын деген сөйдеп алуға болады. Сосын біз уақытты дұрыс пайдалану дегенді қостық. Неге оны қостық? Себебі жалпы адамның өмірінде 3 кезең болады екен. Жастық шақта адамда денсаулық бар, жастық шақта адамда денсаулық бар, уақыт бар, бірақ ақша жоқ. Ал мына орта жас кезіндегіде адамда күш-қуат бар, ақша бар, бірақ уақыт жоқ. Ал адамның қартайған шағында ода уақыт бар, ақша бар, бірақ әрекет етейін десе күш-қуаты жоқ. Сондықтан біз бұл бай болуға, еңбек етуге, уақытты дұрыс пайдалану, уақытты дұрыс жүргізуді дұрыстап алу керек деп ойлаймын. Уақытын дұрыс пайдаланбай жүрген қаншама адамдар бар. Уақытты қосамыз, келесі жоспарлы мақсат қою. Жоспарсыз әрекет, быламық, жоспарлы әрекет. Сондай мысалдар көп қой енді. Мақсат қою керек. Кез келген нәрсеге жету үшін мен былай істеймін, мынадан кейін былай істеймін деген жоспарлы мақсат болмаса, ешқандай ештеңеге қол жеткізу мүмкін емес. Жоспар мақсатты қойамыз, келесі еңбек ету. Ары қарай нәтиже Алладан. Ол еңбек ету, әрекет ету бәрі мағынасы бірдей сөз ғой. Әрекет ету. Біз осы үшеуін алдық.